Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, бүгінгі мешітке басып келген қадамдарымызды, ізгі амал, ғибадат құлшылық тілектерімізді Алла тағала қабыл еткен болсын. Бүгінгі бесін намазының алдындағы айтылатын тақырыбымыз қай уақытта дұға жасау керек, қай уақытта дұғаның жасағаны абзалырақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай: «Баллиғу анни валау ая» дейді. Менен бір аят болса да жамағатқа, жалпы халыққа, мұсылман адамдарға жеткізіңдер деген. Немесе Алла тағала Құран кәрімде «Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин». Мұсылман адамдарға ескерт, әлбетте ескерту ол мұсылманға пайда береді дейді. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімнің Бақара сүресінің 186 аятында «Ва иза саалака ибади анни фа инни қарибун уджибу даъвата да'i иза да'ани» дейді. Егерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтып отыр: егерде сенен адамдар, мұсылмандар сұраған болса мен жайлы, әлбетте мен оларға жақынмын, олардың дұғаларын, тілектерін, мұнажаттарын қабыл алам деп отыр Алла тағала. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ан Нуъман ибн Башир радияллаху анхума қала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалама инна дуа хуал ибада деді. Әлбетте дұға ол ғибадаттан болып табылады деп отыр. Сондықтан Алла тағала да Құран кәрімнің Ғафир сүресінің 60 аятының басында «Удуни астажиб лакум» деп, менен тілеңдер, мен сендердің тілеулеріңді қабыл аламын деп Алла тағала әмір етіп отыр. Сондықтан біздер мұсылман болғандықтан әр уақытта, қиыншылық уақытта да, жоқшылық уақытта да, сәттілік уақытта да Алла тағаланы ескеріп, Алла тағалаға шүкір айтып, Алла тағалаға жалбарынып, мадақ айтып, Алладан тілеуімізді тілеп жүру керек. Сол дұғалардың қабыл болу уақыттарының бірі, дұғаның барлығы ерекше, яғни дұға жалпы адамның ғибадат құлшылығы болғандықтан Алла тағалаға жақындай түсуіміздің және Алла тағаланың бір екендігін біліп танып барғаннан кейін ол біздің тақуалығымыздың белгілерінен болып табылады. Екіншіден, дұғаның ораза кезінде немесе Рамазан айындағы мұсылман адамның қылған дұғасы, ораза кезіндегі дұғасы қабыл болады дейді. Ол абзал уақыттардың бірі болып табылады. Сосын одан кейінгі омра уақытында немесе қажылық уақытындағы дұға қабыл болады. Немесе мұсапыр адам, жолаушы адамның дұғасы міндетті түрде қабыл болады екен. Одан кейін жауын шашын уақытта, жауын жауып тұрған уақытта да мұсылманның дұға тілектері қабыл болады екен. Немесе мұсылманға қылған дұғасы да қабыл болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадисте бір мұсылманға дұға қыл, артынан шипа тілеп, немесе жақсылық тілеп, береке тілеп бір мұсылман бауырына дұға қылған болса, оның дұғасы міндетті түрде қабыл болады екен. Және періштелер келіп, саған да сол болсын, саған да сол жақсылық, мұсылманға қандай жақсылық тілесең, саған да сондай жақсылық болсын деп періштелер оған аспаннан келіп тілеп тұрады екен. Содан кейін тахаджуд уақытындағы дұға тілек, түннің бір уақытында тахаджуд уақыты дейді, сол уақыттағы тілеген тілек, дұға, ғибадат құлшылықтарымыз қабыл болады екен. Содан кейін сәжде уақытындағы дұға, тілек қабыл болады дейді пайғамбарымыз. Және де пайғамбарымыз өсиет еткенде сәжде уақытында көбірек дұға қылыңдар, тілек тілеңдер, сол уақытта дұғаларың сендердің қабыл болады дейді. Сондықтан мұсылман адам тілек уақытында, ғибадат уақытында, Алладан бір жақсылық тілеп жатқан уақытта ықыласты болу, бір Алла тағаладан тілеу, сосын Алла тағалаға серік қоспау, сонымен қоса серік қоспау болып табылады. Және де екінші жаңағы шарттарының бірі харамнан алшақ болу,
адал кәсіптен, нәсіптен, жаңағы ішкен жегені адалдан болу керек. Өйткені пайғамбарымыздың және бір хадисінде келгендей, оның ішкені, жегені, кигені, жаңағы тапқан табысы харам болса, оның дұға тілегі қайдан қабыл болсын дейді. Сондықтан мұсылман адам көңіл бөлетін нәрсе ол харам нәрседен алшақ болу, әр уақытта адалдықтан табыс табу, кәсіп ету екен. Одан кейін мұсылман адам дұға қылғанда, тілек тілегенде дәретті болу, жүзін қыбла тарапына қарату керек екен. Жаңағы түннің бір уағындағы дұға тілектер жаңа қабыл болады дедік. Одан кейін қолды жайып Алла тағаладан шын ықылас көңілмен дұға қылу керек. Дұғаны қайта қайталау, 3 мәрте қайталау, немесе одан да көбірек қайталау Алла тағала жаңағы пайғамбарымыз айтқан осы дұғаның шарттарының бірі. Одан кейін дұға қылған уақытта, тілек тілеген уақытта мұсылман адам бірінші Алла тағалаға мадақ айту керек. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту керек. Сосын дұғасын, тілеуін тілеп, одан кейін және де пайғамбарымызға салауат айтумен аяқтауымыз керек. Алла тағала бүгінгі айтылған мына аят хадистерімізге амал етуімізді баршамызға нәсіп етсін. Және де Алла тағала тек қана дұға қылыңдар, тілек тілеңдер деп жай айтқан жоқ, біздерге әмір етіп отыр. Алла тағала жаңағы Ғафир сүресінде айтқандай, «Удуни астажиб лакум» деп әмір етіп отыр. Сондықтан біздер әр уақытта да Алла тағаланың жақсылық тілеп, дұға қылып, тілеуімізді Алла тағала қабыл етсін. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін.